Ал енді сол бауыржанға сөз беруіміз керек. Бірақ мен мынадай бауыржанға қояр сөз бар. Бауыржан өзің басқа сөздерін оқып жатсың, біздің пікірімізді тыңдап жатсың. Мынау жақында ұсынылған 2011-2020 жылға арналған тіл бағдарламасында орыс тілінің мүддесі мемлекет тілімен қатар қойған. Ал енді президенттің өзі қол қойған ел бірлігі доктринасы ғой. Сонда Қазақстанның әрбір азаматы міндетті түрде мемлекет тілді білу керек деген жазылған сөз бар, сөйлем бар. Сонда мынау неге мынау президенттің айтқан орындалмайды ғой? Неге мемлекет тіл тағы да сөйлей қалды? Осыған жауап бере кетсем. Қадірлі жанашырлары, біз бүгін осымен Мұхтар ағаның қатысуымен және биліктің өкілдерінің қатысуымен үшінші рет бас қосып отырмыз. Өздеріңізге белгілі мемлекеттік бағдарлама тілдерді дамыту мен қолдануға арналған жобасы баспасөз бетінде жарияланды. Қазірде 2 айдай уақыт болып талқылаулар өтіп жатыр. Бұқаралық ақпарат құралдарының бетінде кемшіліктер, ұсыныстар, ескертпелер бәрі айтылып жатыр. Сол ескертпелер мен ұсыныстардың әрине дені мемлекеттік тілдің өмір сүруіне, ғұмырлы болуына, соған мүдделіліктің тұрғысынан айтылып жатыр, оның бәрін де түсінеміз. Сондықтан ол ұсыныстардың дені бағдарламаның жобасында ескеріледі, бағдарламаның жобасы талқылауға аяқталған жоқ. Енді жаңа Мұхтар ағаның айтқан талабына байланысты мен жауап берейін. Біз қазір біздің мемлекетімізде Мұхтарға айтқан мәселе Конституцияда көрініс тапқан. Сондықтан тіл туралы заңда да сондай орыс тілінің мәртебесі жөнінде айтылған. Сондықтан мен қазір сіздің алдыңызда бұл мәселе бір күнде болмаса бүгін ертең болмаса арғы күні реттеп кетіп қазір сізге айта алмаймын. Бірақ сіздердің ұсыныстарыңызды бірнеше мәрте айтылғандықтан және көпшіліктің атынан айтылғандықтан бұл ұсыныстарды хаттама түрінде де жазбаша түрінде де берілді. Сондықтан мен оны тиісті орындарға жеткіземін деп ойлаймын. Сондықтан мынау қазір бағдарламаның жобасы өздеріңіз жақсы білесіздер, елдің саяси этникалық ахуалына, елдегі ұстанымға соған негізделіп жасалған. Әрине оның ішінде мемлекеттік тілдің мүддесі жоқ, мемлекеттік тілдің мүддесі мүлде қамтылмаған деп айтуға болмайды. Көп тұстарда кемшіліктер болуы мүмкін, көп тұстарда қатыстар болуы мүмкін. Сондықтан сіздердің ұсыныстарыңыз, барлық ұсыныстарыңыз, бүгін ұсыныстарыңыздың бәрі тек бағдарлама үшін пайдалы болады деп ойлаймын. Сондықтан мен сіздердің ұсыныстарыңызды бүгін хатталған түрінде, болмаса хатталған түрінде, болмаса жазбаша түрінде биліктің құлағына жеткізуге, қолдарына тигізуге, талқылауға, ұсынуға, әлі де талқылау мерзімі жалғасып жатқан соң соған сіздерге уәде беремін. Сондықтан ұсыныстарыңызды мен аяғынан дейін тыңдауға және оған мән беруге даярмын.